Тағы да барлықтарына қайырлы күн. Келесі біздің реакция, біздің талқылайтынымыз, біз айтамыз Ернар Амандық деген әншінің жаңа клипі шыққан, Жалғыз гүл деген, оны барлықтарын білесіңдер, уже барлығы біледі деп айтсам болады, өйткені ол қазір тиктокта хит болып жатыр. Именно припеві көп шығады видеолардан. Сол арқылы көбісі біледі. Енді соны клипі шықты, давайте соны бірге көріп тастайық. Клипі қандай болды, клипте не айтылып жатыр деген сияқты. Ал ондай болса кеттік, давайте бірге тамашалайық. Жалғаннан жан таппай қалғанда сенерге. Дауысы, сразу айтайын, осы жерде айтып кетейінші сразу дауысын. Мына жігіттің, осы әншінің дауысы прям ерекше. Айтыңдаршы, менімен келісесіңдер ма? Ерекше мына дауысы. Прям жүрекке жақын, жүрекке жылы, солай бір әдемі естеді. Мына өлең енді басталды, уже бірінші сөздерден бастап, ладно, көп сөйлемей ақ қойын, дальше көрейік. Іздесең кенеттен мені сен егерде тыңда, құстардың үнін өткен шөптөбеңмен, сонда жатыр саған айтқан сәл. Актер да мықты актер, кстати. Атын есімде жоқ, бірақ біраз кинолардан көргем. Актер. Білетіндерін жазып кетіңдер комментарийға. Аты өкінішке орай есімде жоқ. Білетімін, бірақ қазір есіме шықты. Актер, жақсы актер, мықты актер таңдаған. Мен түсінуімше, қазір Ернар Амандық клипта фотограф болып жұмыс істейді. Мен елде әппақтанға қаласаң сырыңды ақтарған, болайын арайлап атар сол ақтаңын жаным. Сүрінсең де дәл мендей сені жақтар кім, бақын берсін деген келер бізді де мақ. Өлең аты Жалғыз гүл. Сонда мына гүл осы туралы ма? Жарайды. Мен қазірше түсінгенім, мына ер адам келді фотографқа суретке түсуге. Басты рөлде Ернар Амандықтың өзі фотограф болып жұмыс жасайды. Жалғыз гүл қайда? Осы ма жалғыз гүл? Кеттік дәші бір. Жүрме бақытыңда көзіліп, сөгендей боп тез үміт, жалғыздығың мезі қылып біліп, қалар күн кезігіп, жетер көкке жан үніп, жолығады тағдырым, бұйрық өтсе тәңірім, жаным жеңесің барлығым. Өлеңге мен вообще сөзім жоқ. Кәдімгідей мен өлеңге, сөзіне, әуенге, мына жігіттің дауысына 5, 10, 100 деген баға қоямын шынымен. Өйткені мына өлең прям әдемі, әсерлі, мына дауысы, сосын байқасаңдар жеңіл айтады. Ешқандай қиналмайды, дауысын бұзбайды, айқайламайды, шыңғырмайды. Бір толқынмен, бір әуенмен солай жүрекке жеткізіп, прям енді сөзім жоқ. Өлең супер шыққан өлең. Клипта жаман емес, качествосы жақсы болып тұр. Конечно, бізге бұл жерде клипта айтылатын мағынасы бар. Оны біз енді ғой ортасына келгенбіз. Может, соңына дейін түсініп алармыз. Клиптің качествосы жақсы көрініп тұр. Алған актерлары да жақсы. Пока что бәрі жақсы. Жеңесің барлығы. Жүрсің білем жалғыз үмітпен күн кеше,
келер күн бақытыңмен қалар кездесек, табан құстар салған жүресің әрбір үндесек. Саған ұқсатамын жалғыз өскен бір гүл көрсек. Жалғыз аққу деген осы қыз сияқты. Ой, жалғыз аққу, біле. Бүгін не болды маған? Жалғыз гүл, кешірім өтінемін. Мен мына жақты көріп отырып, миым ашып отыр, өлеңге де беріп отырмын. Жалғыз гүл осы қызға арналған сияқты. Өткен қазір менің түсінігім бойынша жалғыз адам келіп фотоға түсіп кетті, одан кейін жас отбасы келіп, әйелмен келіп, немесе қызы мен жігіті деген сияқты. Олар фотоға түсті, одан кейін олардың қартайған уақыты сияқты мен түсінуімше кәрі ата мен апаны көрсетті ғой фотоға түскен. Мүмкін ол осылардың жас кезі. Гүл сыртынан әдемі беймәлім күй ешкі, кім сыйлайды оған өзіндей қош иісті жырақ. Арманынан қалдауған жазық иістім, бірақ мен сүйген гүл бақытты болуға тиісті. Мен түсінуімше мына қыз келді фотоға түсуге, бұлар енді бір-бірін көріп тұр. Әлі танысқан жоқ, бірақ көздерінен көрініп тұр, екеуі бір-біріне уже ұнатқан сияқты. Осылай танысқан сияқты бұлар. Ары қарай енді мүмкін ғашық болды осы қызға, екеуі бір-біріне ғашық болды. Мүмкін жаңағы апа мен ата осылар шығар. Қартайғанда да бірге болған. Жүрме бақытыңда көзіліп, сөнгендей боп тез үміт. Жалғыздығың мезі қылып білем, қалар күн кезегі. Бәрі жақсы басталып келді. Бірден неге уже аянышты болып кетті, неге жаңағыдай жылап жатыр мына қыз. Жалғыз. Жақсы болып біткенін, конечно, мен қалап тұрмын. Жарайды, 1 минут уақытымыз. Жетер көкке жанының, жолығады тағдырым. Бұйрық өтсе тәңірім жаным, жеңесің барлығы. Келеді әлі күн. Жүрме бақытыңда көзіліп, сөнгендей боп тез үміт. Жалғыздығың мезі қылып білем, қалар күн кезі. Осы жерде қазір осыған дейінгі түсінгенімді айтсам, танысты, мүмкін таныспаған да шығар. Ол просто келді, бір көргеннен ғашық болды. Ол қыз кетті, бұлар ары қарай жолықпады. Бұл ары қарай жұмысын жалғастырып жатыр фотограф. Гүл ғана тұр, жалғыз гүл. Бірақ ол қыз қайтадан келген жоқ. Бұл жұмысында жүріп, оны сағынуда, ауыл үйінде жүріп жылап жүр. Сондай ма? Мен түсінгенім, или ондай емес па? Ондай емес болса, жазып маған түсіндіріп кетті. Жетер көкке жанының, жолығады тағдырым. Бұйрық өтсе тәңірім жаным, жеңесің барлығын. Мүмкін енді бұған қанша адамдар келеді фотоға түсуге, жас семья болғысы келген шығар, сол қызбен, жаңағы келген адамдар сияқты. Сол қызбен апа мен ата сияқты бірге қартайғысы келген шығар, махаббаттар мәңгі болды дегендей. Бірақ ол қыз келді, қайтып келген жоқ. Содан кейін бұның қолында тек жалғыз гүл ғана қалды. Сондай ма? Жақсы. Сөзім жоқ, ешқандай мін жоқ. Бәрі күшті. Өлең де күшті, музыкасы да, сөзі де жақсы, клиптің өзі де качественный, актерлары да жақсы. Вообще, Ернар Амандық молодец. 10 деген баға қоямын.
Прям күшті шыққан клип. Көргендеріне рахмет. Енді келесіде қандай клипті бірге талқылаймыз, қандай клипке, қандай өлеңге, кімге реакция қалдырып, кімді талқылаймыз, соны жазып кетіңдер комментарийға. Лайк басыңдар, тіркеліңдер. Үлкен рахмет. Көріскенше.